араластырып мультивитамин микс компотын дайындаймыз. Енді өте дәмді, қыста рахаттанып жейсіздер ғой. Үйге жақын жерде орналасқан Анвар сауда желісіне тез барып, қажетті банка, крышка, жеміс-жидектерімнің барлығында тиімді бағамен алдым. Алдымен қақпақ банканы стерильдейміз. Ол үшін банканың ішіне жай ғана қайнап тұрған ыстық суды құйып, қақпағын жауып бір 5-10 минутқа қалдырамыз. Одан кейін ішіндегі суларын төгіп тастаймыз. Енді жуылған жемістерімізді саламыз. Мен мұнда бірінші өрік салдым, слива салдым және де нектариннен саламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша алма қоссаңыздар да болады. Компотқа ерекше дәм және де түсін беру үшін смородина қостым. Сіздер шие қоссаңыздар да болады. Сонымен қатар бір тілім лимон, кішкене жалбыздан да қоссаңыздар болады. Бірақ бұл міндетті емес, кейбір кісілер жалбыз лимонды ұнатпайды екен. Одан кейін әрбір 2 литрлік банкаға 200 граммнан қант саламыз. Егер 3 литрлік банкаға жабатын болсаңыз, үстінен 300 грамм қант саласыз. Енді соңында сақырлап қайнап